Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен балаларға арналған көрпе тоқитын боламыз. Бұл көрпе өте жылы және жеңіл болып келеді. Бұл көрпенің өрнегі көріп тұрғандарыңыздай шаршыдан құралған, яғни оң теріс тоқу арқылы тоқитын боламыз. Олай болса бастайық. Ол үшін біз осындай жіпті пайдаланатын боламыз, яғни бұл жіп Ализе Ланаголд деп аталады. Бұл жіптің құрамына келетін болсақ, 49% жүн, 51% акрил болып келеді, 100 грамда 240 метр. Маған осы пледті тоқу үшін 3-тен аса жіп қажет болды. Сонымен қатар мен 3-те 2 бізбен тоқыдым. Ең алдымен осылай ілмек іліп аламыз. 1, 2, яғни сіздер өздеріңізге қажетті ілмекті іліп шығасыздар. Мен осы көрпені тоқу үшін 144 ілмек іліп шықтым. Ілмекті іліп болғаннан кейін бір оң, бір теріс етіп тоқимыз. Оң тоқимыз, теріс тоқимыз. Яғни осылай қайталап отырып 144 ілмекті тоқып шығатын боламыз. Міне біз ең соңына келдік, теріс тоқимыз. Ең соңғы ілмекті міндетті түрде теріс тоқимыз. Тоқымамызды айналдырып аламыз. Одан соң бірінші ілмекті бізге өткізіп аламыз. Мына оң тоқылған жерді теріс тоқитын боламыз. Теріс тоқылған жерді оң тоқитын боламыз. Міне оң тоқылып тұр, теріс тоқимыз. Теріс тоқылғанды оң тоқимыз. Теріс, оң, теріс. Яғни осылай қайталай беретін боласыздар. Бұл бізде екінші қатар. Неге мен өзіме қажетті ұзындықты тоқып шықтым, бір оң, бір теріс етіп, осындай жемчуг сияқты узор пайда болды. Яғни біз қазір санап шығатын болсақ, мына 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 9 дегеніміз ол бізде 18 қатар тоқып шықтық. Енді әрі қарай көрпенің негізгі өрнегіне көшетін боламыз. Жиегін міндетті түрде осы жемчуг сияқты тоқитын боласыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни міндетті түрде осы 10 қатарды көрпе біткенше осы жемчуг өрнегімен тоқисыздар. Әрі қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Яғни осы 18 қатарды міне оң етіп тоқтық. Енді 18 қатарды теріс етіп тоқимыз. 2, 3, 18 ілмекті. 4, 5. Яғни біздің негізгі өрнегіміз осыдан құралады. 18 ілмекті оң тоқимыз, 18 ілмекті теріс тоқимыз. Осылай қайталай беретін боламыз. Қазір осылай 18 ілмекті тоқып шығамыз. Сіздер өздеріңіз әрі қарай қайталап тоқи бересіздер. Осылай өрнектің міне екінші қатарына көштік. Міне оң тоқылғанды оң тоқып шығамыз. Жаңағы айтқандай 18 ілмекті оң тоқимыз. Өрнек осылай біткенше. Енді теріс тоқимыз. 18 ілмекті теріс тоқып шығамыз. Осылай қайталай беретін боласыздар. Міне бізде өрнек көріне бастады. Екі қатар міне оң ілмек тоқылды. Әрі қарай екі қатар теріс ілмек тоқылды. Осылай қажетті жерге дейін тоқисыздар. Міне бізде дайын болды. Мен осылай өзіме қажетті жерге дейін тоқып шықтым. Біз бұны қазір сіздермен бірге санайтын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни 8 қатар тоқып шықтық. Енді бізде қазір өрнегіміз кішкене ауысатын болады. 1, 2, жаңағы айтқандай 10 қатарды міндетті түрде осындай жемчуг өрнегімен тоқитын боласыздар.
теріс, оң, теріс. Міне бізде жаңа 18 ілмек 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатар оң тоқтық. Енді 8-ін теріс тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 8 қатарды оң тоқимыз. Енді осы дайын болған өрнекті көретін болсақ, міне ортасы теріс тоқылды, екі жағынан 10 тоқылды. Енді әрі қарай тура осылай қайталаймыз. Теріс 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 8-ін оң тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әрі қарай 8-ін теріс тоқимыз. Яғни сіздер осылай қайталай беретін боласыздар. Міне, ортасынан 8 ілмек оң тоқылды. Екі жағынан 8-і теріс тоқылды. Осы өрнекті қайталап отырып, жаңағы алдындағыдай 8 қатар тоқып шығатын боласыздар. Міне бізде 8 қатар тоқылды. Осылай өрнек пайда бола бастады. Енді осы шаршылардың жоғарғы жағын аяқтайтын боламыз. Мына жағын ол үшін 18, мына жерден 18 ілмекті тоқып шығатын боламыз. Алдыңғы 10 қатар тоқып алдық. Енді міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде де оң тоқитын боласыздар. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне осылай 8 қатар тоқып шығасыздар. 17, 18. Енді мына жерде теріс тоқисыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына оңды да теріс етіп тоқимыз. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Яғни бүкіл көрпенің өрнегін осылай өздеріңіз тоқып шығатын боласыздар. Мен осындай шаршыдан 8 шаршы тоқып шықтым. Мінекей 8 шаршы тоқылып, менде көрпе толықтай дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай осылай бұл жиырылыпты, жуған кезде, үтіп келген кезде әдемі тегіс болатын болады. Міне осылай бір оң теріс осылай қайталана береді. Енді біз жиегін тура басындағыдай жемчуг өрнегімен тоқитын боламыз. Яғни ол үшін бірінші ілмегімізді іліп аламыз, тура басындағыдай қайталаймыз. Терісі тоқимыз. Оң, теріс, оң, теріс, оң. Яғни қатардың соңына дейін осылай қайталап шығатын боласыздар. Одан соң басындағы шаршымен тура сәйкес келу үшін 18 қатар осылай оң теріс етіп тоқып шығатын боласыздар. Міне 18 қатарымыз бізде тоқылды. Енді жиегін әдемілеп тұрып жауып шығатын боламыз. Жиектері осындай өрнекпен. Ол үшін бірінші ілмегімізді аламыз. Оң тоқылған жерге оң тоқимыз да, екінші ілмектегі жіпті өткіземіз. Теріс тоқылған жерге теріс тоқимыз. Мына келесі ілмектегі жіпті өткізіп шабамыз. Оң тоқыдық. Келесі жіпті өткіземіз. Осылай қатар соңына дейін өздеріңіз қайталап шығасыздар. Бізде көрпеміз дайын.